Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white house, take off the little red jewelry. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top 5. Біз алдыңғы сабақта жазық фигуралар туралы айтып едік. Және біз айтып кеткендей, барлық бұрыштар тік болатын төртбұрыш тік төртбұрыш деп аталады. Және тік төртбұрыштың ауданын қалай табамыз? Осы жерде айтып кеткендей, алдыңғы тақырыпта айтылып өткендегідей, аудан табуға ең оңай фигура, ең элементарды фигура тік төртбұрыш болып саналады. Сол, оның ауданы екі қабырғасының көбейтісіне тең екенін біз байқасақ болады. А көбейтілген Б, ол тік төртбұрыштың ауданын табу үшін құралған формула. Яғни, ұзындықты енге көбейткенде біз ауданды табамыз. Кез келген тік төртбұрышты. Бірақ, неге квадратта А квадрат оның ауданы? Сіздер көріп тұрғаныңыздай, квадрат ол тік төртбұрыштың дербес жағдайы, яғни Б А-ға тең болғанды. Қараңыздар. Біздің жағдайда А 3 клеткаға тең, ал Б 8 клеткаға тең. Яғни, егер Б А сияқты қысқарақ болса, онда ол дербес жағдайға айланады. Яғни, квадрат ол тік төртбұрыштың ішіне кіретін фигура болып саналады. Тек қана оның бір дербес жағдайы. Алып кеттік. А деңгейін есебін шығарып көрейік. Сіздерге видеоны тоқтатып, өздерін шығарып көрсеңіздер болады. Мен сіздерге 1-2 минут берсем болады. Сол енді шығарып көрейік. Қараңыз, бөлменің еден өлшемі 4 метр және 6 метр. Яғни, оның ұзындығы 4 метр, ені 6 метр. Және еденді жабуға өлшемі 10 сантиметрде 20 сантиметр болатын плиткалар алынды. Бөлменің еден толық жабу үшін қанша плитка керек екенін табыңыз, деп жазылып тұр. Сіздер көріп тұрғаныңыздай, мынақты метр және сантиметр. Яғни, оны бір ортақ өлшемге келтірейік. Яғни, біз метрді сантиметрге айландырсақ болады, немесе сантиметрді метрге айландырсақ болады. Бірақ, метрді сантиметрге айландырған маған оңайрақ болған үшін, мен метрді сантиметрге айландырам. Яғни, бөлменің еден өлшемі S деп алайын. S әдемілеп жазып. 4 метрде 400 сантиметр. 6 метрде 600 сантиметр. Яғни, қараңыз, 6 көбейту 4, 24. Мынақты 2-0, аяқты 2-0. Онда 4-0 деп жазамын. Бұл екі өлшемді бірлік болғандықтан сантиметр квадрат болып саналады. Және осы еден жабуға өлшемі 10-20 болатын плитка. S, той деп жазайын, плитка деген сөзден. Яғни 10 сантиметр өтілген 20 сантиметр. Ол бізге 200 сантиметр квадратты береді. Яғни осындай плитканың аудан біз толықтай толық бөлменің еденін жабу үшін қанша плитка екенін табу үшін біз осы формуланы қолданамыз. Яғни толық бөлменің еденінің ауданы тең бізге қанша плитка керек екенінің саны және осы әр плитканың ауданының көбейтіндісіне тең. Яғни мынақты n емес, мынақты p деп жазайын, плитка. Сонымен біз көріп тұрғандай орнына қойып 240 мың тең n көбейтілген 200. 2-0 қысқарады. n-нің саны 2400-ге тең екенін байқаймыз. Яғни бөлменің еден толық жабу үшін бізге 2400 плитка қажет екен. Енді келесі есепке өтейік, B деңгей есебіне. Және сіздерге қайтадан уақыт беремін, өздеріңіз шығарып көріңіздер, және мен бірге шығарайық. Ал кеттік, мен бастай берейін. Суреттегі фигуралар ауданы өрнектеп жазыңыздар және қараңыздар. Біз негізі А және Б-ны көбейтіп тік төртбұрыш шығарсақ болады. Яғни осылай тағыдай линиялар жүргізіп біз бұны тік төртбұрыш екенін байқасақ болады. Яғни А көбейтілген Б. Бірақ бұл А көбейтілген Б толық болмағандықтан, оның ішінде боялмаған аудан бар. Оның ауданын табу үшін біз
бұл қайтадан ішкі ауданы, яғни боялмаған ауданның формуласы ол тік төртбұрыш болғандықтан с көбейтілген е болады. Яғни аб минус с немесе ол басқа варианттар бар. Біз бұл фигураны екі тік төртбұрышқа бөлсек болады, осылай линия жүргізіп. Яғни б көбейтілген д қосылған а көбейтілген f. Келесі фигураға қарайық. Біз қайтадан а мен б-ны толық фигура деп алсақ болады. Және боялмаған ауданды азайтсақ болады, яғни с көбейтілген д. Бұл есеп негізі оңай болды. Енді келесі деңгейге көшейік. Сіздерге қайтадан уақыт беремін. Видеоны паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Ал мен бастай берейін. Бір тік төртбұрыштың ауданы екінші тік төртбұрыштың ауданынан 18 сантиметрге артық. Егер бірінші тік төртбұрыштың өлшемі 9 сантиметр және 7 сантиметр болса, ал екінші тік төртбұрыштың ұзындығы 6 сантиметр болса, оның ауданы нешеге тең? Ал кеттік. Бізде S1 осы фигураны алайық. Яғни осы фигураның ауданын алайық және S2. Бізде берілгенде айтып кеткендей S1 S2-ден 18 сантиметр квадратқа артық. Сонымен бізге және оның ауданы нешеге тең екенін табу керекпіз. Және оның ұзындығы берілген екен 6 сантиметр, бірақ ол бізге керек емес, өйткені біз кішірек ауданды S1 арқылы тапсақ та болады, яғни S1 минус 18 сантиметр квадрат деп алсақ болады. Яғни S2 S1 ол 9 сантиметр көбейтілген 7 сантиметр минус 18 сантиметр тең екенін көреміз. Және S2 9 сантиметрді 7 сантиметр көбейтсек, 63 сантиметрлерді көбейтсек, сантиметр квадрат шығады. 63 сантиметр квадрат минус 18 сантиметр квадрат. Енді 63-тен 18-ді азайтсақ, 45 шығатын көреміз. Яғни 13-тен 8-ді азайтсақ, бізде 5 болады. Және 5-тен 1-ді азайтсақ, 4 болады. Және сантиметр квадрат болатын байқаймыз. Енді сіздер тағы да есеп шығарамын десеңіздер, біз кітаптың артында Kahoot қалдырып кеткен едік. Және осы QR-кодты сканерлеп, тағы да есеп шығарсаңыздар болады. Және сол моментте, яғни 4 вариант іште таңдағаннан кейін, сіздер оны дұрыс жауабын көресіздер және қайта оны тапсырсаңыз болады, түсінбегенше. Сіздердің назарларыңызға рахмет. Сіздерді келесі видеода күтемін.